Tanıştırу değil. Birinchi кезең Жасыл мектеп менің көзіммен атты тақырыбында тың идея. Яғни идеяның маңыздылығы, өзектілігі, тиімділігі, нәтижесі бағаланатын болады. Екінші кезең серпілу сәті, яғни пирамида ойыны. Үшінші кезеңде мұғалімдерге үй тапсырма берілген болатын, педагогикалық көрме, қазақтың ұлттық құндылығын дәріптеу, ол үлкен залда орналастырылған көрме. Сонымен қатар осы идеялар тараптау үшін әділқазы алқаларымен таныстырып отырайық. Садықова Эльмира апайымыз мектебіміздің ардагер ұстазы Желбаева Жақсыгүл апайымыз, Нақыш Науан ағайымыз және директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары Жандар Сындула ағайымыз. Командаларға сәттілік, ендеше бірінші кезеңді бастаймыз. Бірінші болып өзінің тың идеясын таныстыратын бірінші топ жас старт болды. Саламатсыздарма? Бүгінгі сұрағымыздың тақырыбы экостанция. Тақырыбымызды бастамас бұрын біздің жобамыз туралы таныстыру видеомыз бар. Ол тараптар таратылып жатыр, сондай QR-кодтар беріліп жобамыздың не тақырып екенін, ішінде не нәрсе бар екенін, қалай жасағаны туралы видеоларды көре аласыздар. Соткыңызды камераны ашсаңыз болды. Видео ашылады. Мектептен шыққан қалдықтарды сұрыптап, қайта өңдеуге болатын заттарды қабылдау арқылы зиянды заттардың көлемін азайту және оқушыларға тиімді еңбек, мектепте дұрыс пайдаланатын бір заттың болса да мектептен адалдық дүкені арқылы адалдық дүкенін байланыстыра отырып заттарды алуға, балаларды еңбекпен жұмыс жасауына және таза ортада таза қоғам саясатын дәріптеуге бағытталған. Біздің экостанциямыз таза үйде қолданылатын қалдық заттар арқылы жасалынды. Біздің апайдың бастамасы мектепте қоқыс салатын жәшікті орналастырған болатын. Әрқайсысы сұрыптау арқылы пластик, қағаз, шыны заттарды жеке-жеке қоқыс салатын жәшікті мектептің сыртына орналастырған болатын. Енді соны біз мектептің ішіндегі болғанын қалаймыз. Коридорда, залдарда, әр қатарда жеке-жеке осындай қоқыс жәшіктері орналастырылса деген. Ары қарай біздің жобамыз пластикалық және басқа да құнды заттарды қабылдау және де оларды пайдаланудың негізгі үлесін ұлғайтуға, сонымен қатар оқушыларға экологиялық негізгі тәрбиені дамытуға, экологиялық ұстанымды қалыптастыруға бағытталған. Және де біздің жобамызды көріп тұрсыздар, мектептің ішінде орналастырады. Бұл үш пластик, қағаз, шыны бойынша оқушылар қалдықтарды алып келіп салады. Бұл негізгі қалдықтарды біз оқушылардан жинаймыз, жиналған шикізатты үлкен мереке өңдеу зауыттарына өткіземіз. Бұл Қазақстанда бұл қалдықтарды өңдеу арқылы түрлі кеңсе заттарын, ойын алаңдарына негізгі ойыншықтарды және де дамыған мемлекеттерде негізгі асфальттарды жасауға да бұны пайдаланады. Бірақ қазіргі Қазақстанда индустрияның дамуы барысында бұл Қазақстанда дамымаған. Ал егер біз оқушыларға осындай экологиялық көзқарасын дұрыс бағытын енгізетін болсақ, бұндай жас кезінен бастап оны әрмен қарай дамытуға деген осы кішкентай жоба арқылы септігін тигізуге болар еді. Осы жерде мен жалғастырып кетейін. Негізгі біздің жобамыз экостанция жасалады. Ол мектептің бір бұрышына орналастыру. Ол қалай десеңіздер, мектептің біздің алғасында және сыртында үшке бөлінген қалдықтарды тастайтын, яғни ол пластик, қағаз, шыны. Енді мектепте қалай орналастырамыз, оның пайдасы қандай дейтін болсаңыздар, яғни оқушылар өздеріне қалған дәптердің болсын, қағаздың қалдықтары, қолдағы ручка, яғни бұның бәрі пластмасса ғой, пластик заттарға жатады. Соның барлығын олар жинау арқылы осы біздің экостанциямызға өткізеді. Өткізгенде ол бірінші топтан өткізмейді, белгілі бір көлемді жинап өткізеді. Өткізгеннен кейін ол балаға не береді деп ойлайсыздар ғой? Ол балаға біз біздің мектептің төменгі қабатында орналасқан адалдық дүкенінен купон береміз. Ол купондардың ішінде берілген қалдықтарға сәйкес, яғни тегін бір дәптер, немесе тегін бір бот, немесе тегін енді осы бір кішкене заттардан береміз. Ал ол балаға мотивация болу үшін бізде сәл олардың жағдайына келтірмейтін балалар өздері сатып алмайтын
жаңағы фломастер түрлі түсті қаламдар бар ғой, осы шағын купондарды жинап, болмады бір нәрселерді жинап соған, яғни жаңағы сәл қымбаттау купонға ауыстыра алады. Яғни осы арқылы біз экостанцияны Алматы студентімен тікелей байланыстырып отырмыз. Яғни бұл бізде оқушылардың арасында эко-мәдениетті қалыптастыру, ең бірінші оқушылар тазалық, мектепті таза ұстауды үйренеді, қағазды барлығын таза күйінде тастап, осылай бізге табыстайды. Мынау бізде шағын мектептің коридорларында орналастырылады. Оған кімдер тастайды десеңіздер, біздің ұстаздар пластик жаңағы сусындарын жасаулар, немесе өзінің жаңағы жұмыстан қағаздар тастап, ол енді бұның бәрін қайда кетеді деп ойлайсыздар ғой. Бұның бізде Алматыда экосен деп аталатын үлкен орталық бар. Ол қайта өңдеу ісімен айналысады. Яғни заттардың бәрін біз ол істермен байланыс жасадық, мен өзім жеке байланыс жасадым. Яғни біздегі жиналған үлкен көлемдегі қоқыстарды, сол қоқыс қайта өңделетін заттарды біз сол кісілерге жібереміз, ол кісілер оларды алып сұрыптайды. Біздің мектепке арнайы аккаунт ашылады, және біз тапсырған дүниеден олар не өңдеп шығарды, біздің әр аккаунтымыздың астымызға шығарып қояды. Мысалы, мынадан мынандай дүние шықты, мына мектеп осындай қоқыстар тастады, мынандай дүниелер шықты деген секілді. Бұның барлығы осы біздің жасыл мектеп жобасының негізгі білім, яғни белгілі бір жүйесі дамуына. Жасыл мемлекет, жасыл мектептен басталу керек деп өзім ойлаймын.